Тұрғындар өздері таңдап алмақ деген сөз. 180 пәтерді. Бұған дейін шыны керек, кейде 20-25 бағдарламасы бойынша тек қана біз бірінші және екінші қабаттағы тұрғындар ғана алып келген. Кіріс беру үшін 720 мың теңге алған екен. Ал бірақтан оның заңдылығы басқа ретінде тексеру үшін, оған тексеру жүйесін оны санау үшін біз үшінші уәкіл болғандықтан біз ондай шағыммен араласамыз. Бұл жерде келісімшарт бар. Келісімшарттың екі жағы, бір жағы сол антимонопольный комитетте жолдап осы сауалдарды жолдайтын болса, одан тексеріп жауабын беретін болады. Ал негізі бұл қателік саяжай жерлерін, осы қосалқы жерлерін, осы тұрғындардың көшуіне көмек жасайтынын біле тұрып, Шу қаласы әкімдігі осылай олқылыққа жол беріп отыр. Өздерінің пландарына сәйкес